Сәлеметсіздер ме? Эфирде сараптамалық пікір бағдарламасы және оның жүргізушісі мен Ләззат Әділбекқызы. Білім кез келген қаланың болашағы. Бүгінде Рудный қаласында жаңа мектептер мен балабақшалар салынып, білім беру ұйымдары жаңартылып, заманауи технологиялар енгізілуде. Педагогтердің алдында жаңа міндеттер мен жаңа талаптар тұр. Бүгін біз Рудный қаласындағы білім беру жүйесі қалай дамып жатқанын, мектептер мен балабақшалардың жеткіліктігін, мұғалімдерге және оқушыларға жасалып жатқан жағдайларды талқылаймыз. Студиямыздың қонағы Рудный қалалық білім бөлімінің басшысы Тимурхан Жайлыбаев. Қош келдіңіз. Сәлеметсіз. Бүгінде қаламыздың мектептерінде қанша бала білім алуда және оның саны күн сайын артып келе ме? Сол жайлы айтып кетсеңіз. Жақсы. Бүгінгі таңда Рудный қаласында бізде 20 мектеп, онда 16.629 оқушы білім алуда. Жыл сайын балалар саны орта есеппен алғанда 50-ден 100 балаға артуда. 16 мемлекеттік және 7 жеке балабақша, жеке меншік балабақша тапсырыспен 3845 бала тәрбиеленуде, ал балабақшаның сыйымдылығы 3974 орынды құрайды. Бүгінгі таңда балабақшаларда 129 бос орын бар. Соңғы 2 жылда 365 орындық 2 жеке балабақша ашылды, және 2026 жылының қаңтарынан бастап Калинка жеке балабақшасында 64 орынға мемлекеттік тапсырыс орналастырылды. Осылайша қала мектепке дейінгі және білім алуға бүкіл жағдай жасалған. Енді осы мектептер мен балабақшалар жайлы айтып өтсек, балаларға орын жеткілікті ме, әлде кейбір шағын аудандарда орын тапшылығы, жүктеме бар ма? Қаладағы мектептер мен балабақшаның желісі ол аумақтық қағидаларды ескере отырып, мысалы құралған және барлық негізгі тұрғын аудандарды қамтиды. Әрбір шағын ауданда мемлекеттік және жекеменшік білім беру ұйымдары жұмыс істейді. Бұл халық үшін мектепте және балабақшада білім алудың қолжетімділігін жалпы қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Жалпы алғанда қалада білім беру ұйымдарымен қамтамасыз етілген, сонымен қатар кейбір шағын аудандарда, әсіресе белсенді тұрғын үй құрылысы аймақтарында мектептер мен балабақшаларға жүктеме жоғары күйінде қалып отыр. Бұл мәселе білім беру бөлімінің тұрақты бақылауында, толымдылық пен мониторинг жүргізіліп, контингентті қалай бөлу, жеке секторды дамыту және білім нысанларын салуда жоспарлау шаралары пысықталуда. Қазіргі ERG компаниясының қолдауымен 1200 орындық жаңа мектептің пайдалануға берілуі байланысты. Ол жақын маңындағы мемлекеттік тілде оқытатын мектептер, ол 13-ші, 14-ші, 15-ші мектептер түсетін жүктеме айтарлықтай азайды. Сонымен қатар жақын арада бізде 900 орындық келешек мектебі іске қосылады деп жоспарлануда. Бұл 7-ші және 9-ші мектептер, 19-ші мектептерді толығын одан әрі азайту мүмкіндіктерін береді. Қазіргі уақытта қалада оқушыларының тапшылығы байқалмайды. 20 мектептің жалпы жобалық қуаты 17.175 орын болса, ал оқитын балалардың нақты саны 16.629. Жалпы қазіргі таңда жаңа мектептер салынып, немесе тағы да мектептер жөндеуден өтуде, сол қандай мектептер салынады? Және қазіргі біздің көрермендердің бір көкейкесті бір сұрағы, жаңа келешек мектебі деп атап өттіңіз. Сол мектеп қашан ашылмақ? 2025 жылы бізде 8-ші балабақша күрделі жөндеуден өтіп аяқталды. Қазіргі таңда Сум дейді біздің ауданында келешек мектебі құрылысы аяқталып, ол жақын арада жұмысын бастайды. Бұл нысаны пайдалануға беру, оқу жағдайын жақсартуға, сыныптардың толығын азайтуға және осы шағын аудан тұрғындар үшін сапалы білім беру, қолжетімділігінің арту мүмкіндіктері болады. Енді жақын арада 1-ші ақпан деп отырмыз. Осылай енді құрылыс компанияларын жобалап айту бойынша.
Жалпы қазіргі таңда жаңа және жаңартылған мектептерде кадр тапшылығы немесе мұғалімдердің тапшылығы байқала ма? Егер де байқалса, қай сала бойынша мұғалім тапшы? Бүгін таңда қаламызда 1700-ден астам педагог еңбек етеді. Ол мектептерде 1278, мұғалім, балабақшаларда 375 тәрбиеленуші және қосымша білім ұйымдарында 64 маман. Олардың 83,2% жоғары білімде, педагогтардың сапалық құрамы 53,5% құрайды. Біздің мұғалімдеріміздің тәрбиеленушінің кәсіби шеберлігін үздіксіз арттыру отырғанын көрсетеді. Барлық мектептер білім алу қызметкерлерін лицензиялау талаптарына сәйкес кадрлармен қамтамасыз етілген. Сонымен қатар бүгінгі таңда бізде математика пән мұғалімдері, орыс тілі пән мұғаліміне және ағылшын пән мұғалімдері және педагог психолог мамандар қажет. Қажеттілігі сезіліп отыр. Біз ішкі жүктемені бөлу есебімен мектеп басшылары кадр тапшылығы мәселесін шешеді және бос жұмыс орындарын жабу бойынша іс-шаралар қатар жүргізіп отырады. Ол бос жұмыс орындарының жәрмеңкесіне қатысамыз, әлеуметтік желілерге ақпараттарға орналастырып, және тағы да осындай ақпарат арқылы осылай жабуға тырысамыз. Қазіргі таңда білім бөлімінде жаңа келешек мектебіне жұмысқа орналасқысы келген педагогтердің түйіндемелері банк қалыптастырылған. Педагогтерді мектептерге қабылдау ол тек конкурс өткізу арқылы жүргізіледі. Және жүзеге асырады, және осылай конкурс арқылы жүзеге асыратын назар аударғым келеді. Және оның шарттары, мынау НОБД дейді, ортақ білім несінде, және педагогтерді қабылдау порталында танысуға болады. Немесе білім бөліміне кадр бөліміне хабарласса болады. Жалпы осы қазіргі қоғамның қозғаушы күші біз жастар екенін бәрімізге мәлім. Осы жастарды қолдауда және де олардың осы мектеп саласында жұмыс істеу үшін қандай қолдау көрсетіп жатырсыздар? Біз жас педагогтерді тарту бойынша белсенді жұмыс істеп жатырмыз. Биылғы жылы бізде 22 жас маман қабылданды мектептерге. Жас педагогтерді қолдау үшін ол тәлімгерлік жүйесі құрылған. Мысалы, әрбір жас маманға біз тәжірибелі кураторды бекітеміз. Және жұмыстың бірінші жылында тез арада эмоционалды күйзеліске ұшырамауға көмектеседі. Және сондай-ақ пәндік бағыт бойынша біз жас мамандардың қалалық мектептердің жұмысын ұйымдастырылған, және олардың арасында кәсіби кездесулер, ашық сабақтар мен конкурстық шаралар өткізіледі. Және жас мамандар үшін аттестаттан өту рәсімі жұмыс істеген 2 жылдан кейін педагог белгілі бір көрсеткіштер болған жағдайда педагог модератор санатын алып, аттестаттан өтіп, жалақысына 30% мөлшерлеме қосымша ақы алады. Соңғы уақытта Рудный қаласында педагогтер мен оқушылардың қандай жетістіктерін атап өтер едіңіз? Енді соңғы уақытта 25 жылды алсақ, Рудный қаласында мысалы біздің ұстаздарымыз республикалық, оқушыларымыз республикалық көлемде, халықаралық көлемде де мысалы орын алуда. Біздің пәндер бойынша республикалық олимпиада жүлделі орындар, мысалы Қарасатова Арина құқық негіздері бойынша, Гартунг Емилия орыс тілі мен әдебиет бойынша 2-ші орын иеленді. 10-ші гимназия. Загороднов Никита деген біздің оқушымыз 4-ші мектеп лицейінің география пәні бойынша 3-ші орынды. Және 1-ші мектептің бізде жалпы білім 2 оқушысы мерет грамотасымен марапатталды. Бұл балалар бұл республикалық көлемде, мысалы халықаралық деңгейде бізде 5-ші мектеп гимназия Беспалова Евелина деген ғылыми әлемін ашамыз атты ғарышкерлер зерттеу бойынша халықаралық ғылыми жарыста 2-ші орынды иеленді. Енді Рудный қаласының
құрама командасы облыстық қысқы спартакиада бала жарыстарда 3-ші орында ие болды және жазғы спартакиадада 2-ші орынды иеленді. 2025 жылғы пәндік олимпиадалар бойынша мектептердің қатысу нәтижесінің рейтингі бойынша біздің топ 100 Қазақстандық мектептердің ең жақсы мектептердің ішінде Қостанай облысының Бекіс мектебі кірсе, соның ішінде Рудный қаласының 10-ші мектеп гимназиясы бар. 2025 жылы Қазақстан оқуға орта министрінің академиялық және әлеуметтік көрсеткіштер негізінде еліміздің 100 үздік мектебін анықтады. Ол үздік мектептер тізіміне біздің 4-ші мектеп лицей және Бейімбет Майлин атындағы 7-ші мектеп гимназиясы кірді. Және 2025 жылы педагогтардың кәсіби конкурстардың маңызды жеңістіктерін оларды мыналар жатқызып отыр. Мысалы 10-шы балабақшаның музыкалық жетекшісі Коломейс Наталья Петровна үздік педагог республикалық конкурсының жеңімпазы атанды. 3-ші мектептің дене шынықтыру пәнінің мұғалімі, үздік дене шынықтыру мұғалімі республикалық конкурсында 1-ші орынға иеленді. Және 3-ші балабақшаның әдіскері Синявская Елена Витальевна үздік балабақша әдіскері республикалық конкурс 1-ші орынға иеленді. Және біздің мына қосымша білім беру бойынша балаларды мен жасөспірім дамыту мен шығармашылық сарайының педагог-психологы Поддубная Екатерина Игоревна педагог идеялар фестивалінің республикалық конкурсының 3-ші орынға иеленді. Және айта кету, тағы бізде осындай нәтижелер көп, но ең республика көлемінде отқан ұстаздар. Яғни Рудный қаласындағы педагогтер мен оқушылар жан-жақты екенінің тағы бір дәлелі болып отыр. Шынында да осы мұғалімдер мен оқушыларға деп айтайықшы, оқушыларға арналған қосымша білім беру секциялар бар ма? Мысалы, үйірмелер, спорт секциялары немесе шығармашылық бағыттар бар ма Рудный қаласында? Иә, әрине, біздің мысалы қала бойынша білім құралында бізде қосымша білім беру ұйымы кіреді. Ол балаларды көркем сурет мектебі бар бізде қаламызда, және қалалар мен жасөспірім дамыту және шығармашылық сарайы, балаларды тәрбиелеу және сауықтыру кешені, оның құрамына бізде 9 аула клуб жұмыс жасайды. Соның ішінде Горняцкий және Качар кенттерінде осындай бізде қосымша білім беру ұйымдастырылған. Жыл бойы аула клубтарына шамамен 3.000-дай бала қатысты. Бұдан басқа жалпы білім беретін мектептердің базасында ағымдағы оқу жылында 264 мектеп үйірмесі және 84 спорт секциясы жұмыс жасайды. Және қосымша біліммен қамтылған балалардың саны 14.000-нан астам оқушыны қамтып отырмыз. Ол барлық оқушылардың санынан 87,31% құрайды. Енді барлық үйірмелер мен секциялар тегін ұсынылады балаларға. Соңғы жылдары және спорт және мәдениет салаларында да мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты жүзеге асыру есебінен де үйірмелер мен секциялар, шығармашылық студиялар желісі белсенді дамып келеді. Бұл арқылы біздің біліммен қамтылған оқушылардың 98%-ын құрайды. Және жыл сайын ол жасөспірімдердің қазіргі қызығушылықтары мен сұраныстарын ескере отырып, қосымша білім беру бағдарламалары мен бағыттары жаңартылып отырады. Қазіргі таңда медиа және подкаст студиялары ерекше танымал болуда. Ағымдағы жылда біздің осындай нөмір 2-ші және гимназияда және 17-ші мектепте осындай подкаст студиялар жұмыс жасайды. Бұрын бізде 10-ші мектеп гимназиясында ғана болған, ал қазір және бір осы жаңағы аула клубтарында ғана қамтылады. Қазіргі таңда көптеген мектептерде. Иә, осылай біз жылдан жылға дамып келеді. Ұстазы жақсының ұстамы жақсы демекші, біздің қазіргі педагогтарға қандай біліктілігін арттыру курстары ұйымдастырылуда? Мұғалімдердің біліктілігін арттыру жүйесі қалада кешенді түрде ұйымдастырылған және курстық дайындықты және эксперименттік және
инновациялық қызметтерде қызметке қатысу, заманауи білім беру әдістерін енгізу, сондай-ақ әртүрлі деңгейдегі кәсіби конкурстарды қамтиды. Нормативтік талаптарға сәйкес әр педагог 3 жыл сайын өз бір реттен кемес біліктілігін арттыру курсын өтеді. Жыл сайын білім беру ұйымдарының педагогтары курстық даярлау қажеттілігін қалыптастырады. Ол білім басқармасына, одан әрі министрлікке жіберіледі. Педагогтардың мемлекеттік тапсырыс есебінен және басқа да көздер есебінен де оқуға мүмкіндік бар. Курстық дайындық жетекшісі білім беру орталықтарын жүзеге асырылады. Педагог шеберлік орталығы Қостанай қаласында орналасқан. Арнайы өрлеу біздің Қостанай қаласы және арнайы және инклюзивті білім беру дамыту ұлттық ғылыми практикалық орталығы, өркен және басқа да осындай 2025 басқа да осындай ұйымдар арқылы мұғалімдердің біліктілігі арқылы осылай жалғасады. 2025 жылы мектептерге дейінгі ұйымдардың 121 педагогі, сондай-ақ мектептердің 330 педагогі пәндік бағыттар бойынша біліктілік курстарынан өтті. Заманауи білім беру тәсілдерін енгізу ерекше назар аударуда. Бүгін таңда ол қалалық мектепке дейінгі ұйымдардың келесі бағыттар бойынша эксперименттік және инновациялық алаңдары жұмыс істейді. Біздің мысалы балабақша бизнеске, медиа сауаттылық, мектепке дейінгі жастардағы балаларды кәсіпке баулу, мектепке ұйымдағы геймификация және тағы да осындай ұлттық, мысалы калейдоскоп, цифрлық балабақша, экологиялық балабақша, қалалық жобалары іске асқан. Және 2025 жылы басқа тілде оқитын мектептерге дейінгі ұйымдарда тілге бойлау бағдарламасын енгізілді. Енгізу бойынша республикалық пилотта біздің 9 балабақша қатысып, және осындай жұмыстар атқарылды. Ағымдағы жылдан қаңтар айынан бастап республика бойынша 100 мектепке дейінгі ұйым ерте жастан еңбекке баулу және кәсіптікке баулу республикалық пилоттық жобасына қатысуда. Енді бұл жоба балаларға ерте жастан еңбекке және кәсіптік баулуға бағытталған. Олардың арасында Рудный қаласының біздің 5-ші және нөмірі 10-шы балабақша бар. Осылайша енді қаладағы педагогтардың біліктілігін арттыру жүйесі, курстық дайындық, инновациялық қызметтер және конкурстық қозғалысты үйлестіріп отырып, жүйелі және көп деңгейлі сипатқа ие болады. Бұл мектепке дейінгі және орта білім беру сапасын арттыруына үлкен ықпал жасайды. Тимурхан Бекбергенұлы, қазіргі таңда білім бөлімі тікелей ата-аналармен де жұмыс жасайды. Осы бойынша ата-аналар білім бөліміне қандай мәселе бойынша көбірек жүгінеді сізге? Қалалық білім бөліміне түсетін өтініштердің ең көп мысалы санаты ол мектепке дейінгі ұйымдарға жолдама алу болып табылады. Көп жағдайда бұл жанжал жағдай емес, бұл жүйені түсіну және қолдануға, мысалы қолданыстағы рәсімдерді білу қажеттілігін байланысты. Ата-аналар жинақтау мысалы мерзімінде жолдама беру тәртібі, балабақша таңдау мүмкіндіктерін нақтылау үшін, сондай-ақ бос орындар болған жағдайда баланы басқа ұйымдарға ауыстыру туралы мысалы сұрақтармен жүгінеді. Бұл мәселелер әсіресе жаппай жинақтау кезеңінде және баланың балабақшаға баратын жасқа толған кезде өзекті болып тұр. Және екінші жиі кездесетін өтініштердің блогы бұл электронды кезекпен және цифрлық
қызметтердің жұмысына қатысты. Ата-аналар баланы жүйеге тіркеу, деректерді дұрыс көрсету, кезектегі статусын өзгерту, құжаттарды растау, сондай-ақ порталдың техникалық ақаулықтарын мен жұмыс ерекшеліктері туралы сұрақтарымен жүгінеді. Енді көптеген отбасылар үшін электронды жүйе ол күрделі болып және болып қала береді. Өйткені мамандардың кеңес беруі қажет етеді. Және жүйенің күтілетін нәтижелері мен нақты ұсыныстарына сәйкес келмеуіне байланысты мысалы өтініштер бөлек топты құрайды. Мысалы кезекте бос орындар болған кезде олар отбасы таңдаған шағын ауданға немесе қалауына сәйкес келмейтін балабақшаларда орналасқан. Мұндай жағдайларда ата-аналар көбінесе мүмкіндік болатын баламаларды және ауыстыру шарттарын, нұсқаулықтарын сұрайды көбіне. Енді өз тарапымыздан қалалық бөлімі кеңес беру жұмысын күшейтті. Электронды қызметтерді қазір дамыту жағында қарастырып отырмыз көптеген. Түсіндіру жұмыстарын жүргізу және балаларды мектепке дейінгі ұйымдарында қабылдау және жолдама алу процесін отбасыларды жекелей сүйемелдеу, бұл жүйені ашықтығын арттыру және қайта өтініш беру санатын азайту мүмкіндігін туғызады. Тимурхан Бекбергенұлы, біздің студиямызға келгеніңізге көп рахмет, және де біздің сұрақтарымызға нақты әрі ашық жауап бергеніңіз үшін де алғысымызды білдіреміз. Бүгін біз Рудный қаласындағы білім беру саласының қазіргі ахуалы мен болашағы туралы әңгімелестік. Оқу, балабақша және қосымша білім беру мәселелері бойынша қала тұрғындары қалалық білім бөліміне 46517 телефон арқылы хабарласа алады. Құрметті көрермен, сараптамалық пікір бағдарламасының кезекті шығарылымы өз мәресіне жетті. Сіздермен бірге болған Ләззат Әділбекқызы. Келесі кездескенше аман болыңыздар.